Барша қазақстандықтар үшін хабарландыру, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұмытпаңыз. 2500 теңге көмек беру шарасы басталды. Шымкентте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қалалық өкілдігімен зекет және қайырымдылық қорының ұйытқы болуымен мұқтаж жандарға көмек көрсетуге арналған Рамазан қоржыны қайырымдылық акциясы басталды. Бұл көмек қала әкімдігінің тіркеуінде тұрған көпбалалы және мүгедектігі бар адамдарға беріледі. Бір азық-түлік себетінің құны 25500 теңгеге тең. Оның ішінде ұн, күріш, шай, май, қант, томат, макарон өнімдері, сабын және тағы басқа заттар бар. Қайырымдылық шарасы қаланың 5 жерінде ұйымдастырылса, мүмкіндігіне шектеулігіне байланысты келе алмайтын тұрғындарға еріктілер көмекті үйіне жеткізіп береді. Акция Рамазан айына орай қолға алынған. Видеомыз кеңінен таралып, барша Қазақстан мұсылмандар тезірек көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратып ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.